Адамдар арасында бруцеллездің өршуі турасындағы алып қашпа ақпарат шындыққа жанаспайды. Брифингте ветеринария басқармасының басшысы Қарағанды облысындағы жұқпалы аурумен байланысты жағдайды түсіндірді. Енді бруцеллездің өзінің жалпы несіне тоқтала кетсек, этиологиясына. Бруцеллез бұл хроникалық, созылмалы инфекция. Бұл сібір жарасы сияқты, қотырау сияқты, листериоз сияқты, тулеремия сияқты, ол жаңағындай остроконтагиозный жаңағы өте жіті түрде өтетін ауру емес. Бұл ауру созылмалы инфекция. Бұған дейін Қарағанды облысының 3 ауылдық округінде, яғни Мыңбаев, Мәди және Құсақ ауылдарында адамдар арасында бруцеллездің белгісі тіркелген туралы ақпарат тараған болатын. Бірақ бүгінде ол жоққа шығарылып отыр. Жыл басынан бері өңір тұрғындарына бруцеллез ауруының 19 жағдайы анықталды. Соңғы айда аурудың жаңа фактілері тіркелмеген. Облыс бойынша қауіпті індеттің 3 негізгі ошағы анықталды. Ол Ақтоғай, Қарқаралы және Нұра аудандары. Құсақ, Мәди және Мыңбаев ауылдарында үй малдарына жұқтыру фактілері көбейген. Қазір бұл елді мекендер мал шаруашылық өнімдерін тасымалдауға шектеу шаралар енгізілді. Және көп ұзатпай үй-жайлар мен аулаларды дезинфекциялау, жалпы мал басын вакцинациялау жүргізіліп, жануарлардан қайта талдау алынады. 300-дің үстінде мысалы 1000 қара мал зерттелді ғой. Соның 2000-дай мал бүгінгі күні бруцеллезге оң нәтиже берді. Енді осы оң нәтиже берілген малдар бар ғой, ауыл жерлерде шыққан. Соларды біз санитариялық сойуға өткіземіз да, сойу орындарында олардың ағзаларын алып терең зерттеуге береміз. Зертханалық. Бруцеллездің нақты қоздырғышының қай түрі бар екен. Өйткені бруцеллездің өзінің қоздырғышы 6 түрге бөлінеді. Бруцелла абортус, канис, бовис, кете береді, мелитензис. Ветеринария басқармасының басшысы тұрғындарға өз денсаулықтарын сақтаулар үшін бұрыннан қалыптасқан ережелерді еске салды. Енді тұрғындар ауыл шаруашылық өнімдерін ветеринарлық бақылауы бар дүкендер мен базарлардан алулары керек. Сол себептен бүгінгі күні мысалы шаруашылық иелеріне бруцеллезден сақтанам десе, қорғанам десе, онда вакцинаны өз есебінен сатып алу арқылы тиісті уәкілетті органның келісіміменен, яғни аумақтық инспекциялар бар, жоспар жасау арқылы арнайы егу жұмыстарын өткізуге болады. Еркеғали Бекболат, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.